Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін 14-ші дәрісіміз тақырыбы топырақтарды бонитеттеу. Бонитет бұл латын тілінен аударғанда сапалылық деген мағынаны білдіреді. Топырақтың бонитеті деп оның сапасының көрсеткіші яғни. Әдетте бонитеттеуді бір белгілі мақсаттар және талаптар үшін топырақтарды топтастырумен бағалау деп түсінеді. Көбінесе бонитеттеу негізінде топырақтардың табиғи нышандары және қасиеттері алынады. Топырақтарды бонитеттеу әдістемесінің және теориясының дамуына профессор Докучаев көп үлес қосты. Ол топырақтарды бағалауда ең алдымен топырақты табиғи дене ретінде бағалады. Бағалау жұмысын жүргізуде далада топырақ құрылымы, қалыңдығы, жер бедері, өсімдіктер зерттеліп, топырақ түрлері анықталып, карталарда және жергілікті жерлерде олардың шекаралары белгіленді. Жиналған мәліметтер зертханаларда өңделеді. Сонымен топырақтарды бағалау негізінде Докучаев олардың табиғи қасиеттерін және нышандарын алған. Ол дақылдардың шығымдылығы топырақтарды топтарға бөлудің дұрыстығын дәлелдеу үшін пайдаланған. Таксономиялық бірлік ретінде ол топырақ түрін ұсынып, екі параллельді шкаланы құруды талап еткен. Яғни бұл жерде топырақтардың қасиеттері бойынша және шығымдылығы бойынша. Қазіргі уақытта қолданылатын әдістемелік ұсыныстарға сәйкес топырақтарды бонитеттеу деп салыстыруға келетін егіншілік қарқындылығында және агротехника деңгейінде топырақтарды олардың құнарлығы бойынша сапасын салыстырмалы түрде, яғни бағалау түсініледі. Көрсеткіштер ретінде дақылдардың шығымдылығы және өнімділікпен тығыз байланысты топырақтың ең орнықты қасиеттерін пайдалануға ұсынылады. Топырақтардың табиғи қасиеттері бойынша құрылған шкала көрсеткіштеріне немесе балл, өнімділік бойынша балдарды ескеріп, түзелімдер енгізіледі. Топырақтарды бонитеттеу бұл яғни жер бағалау жұмыстарының бірінші сатысы ретінде жерді экономикалық бағалау үшін топырақ топтары немесе кластары түрінде бастапқы негіз болуы керек. Бонитеттеу барысында анықталған белгілі жаратылыс нышандары мен сан жүзінде сипатталатын топырақ топтары кейін экономикалық көрсеткіштер бойынша бағаланады. Топырақтарды бонитеттеу мәліметтерінің, яғни жерді, оның жаратылыс сипаттамаларын ескере отыра, тиімді пайдалану мәселелерін шешуде көп маңызы бар. Одақтық әдістемеде 1976 жылы қойылған негізгі талаптар олар мыналар. Біріншіден, ол топырақтардың агроөндірістік топтары бірыңғай принцип бойынша құрылулары керек. Екіншіден, ол топтар салыстыруға келетін болуы керек бірімен бірі. Топырақтардың агроөндірістік топтары суарылатын, құрғатылатын жерлер үшін жеке бөлінеді. Топырақ түрлерін агроөндірістік топтарға біріктіруде қолданатын көрсеткіштер ол келесідей. Біріншіден, ол яғни бір топырақтық климаттық провинцияға немесе округке қарауы. Екіншіден, бұл топырақтардың жыныстық жақындығы немесе топырақтың қабатының морфологиялық құрылымы, физикалық қасиеттері, су, ауа, жылу режимдері болып саналады. Үшіншіден, бұл физикалық химиялық қасиеттері, қоректену заттардың мөлшерлері. Төртіншіден, бұл тұздану, сортаңдану, эрозиялану, тастану деңгейі және тағы басқалар жатады. Жалпы түрде топырақтарды бонитеттеу жұмыстары екі сатыдан тұрады. Біріншіде ол бонитеттеу шкаласын құру алғашқыда, сонан соң бағалау шкаласын бағаланатын жерге салу, яғни жеке суарылатын, суарылмайтын егістер, табиғи мал азық алқаптар және көпжылдық екпелер үшін. Бағалау объектісі ретінде топырақ түрлері алынады. Бонитеттеу шкаласын құру үшін топырақ мелиоративтік және басқа зерттеулердің сапалы мағлұматтары пайдаланылады. Әр топырақ түрінің бонитет негізі болып, 0 мен 50 см аралығындағы қабатындағы қарашірік мөлшері пайыз бойынша есептеледі. Ал барлық басқа қасиеттеріне түземе коэффициенттер енгізіледі. Топырақтың
0 мен 50 см аралығындағы қабатындағы қарашіріктің пайыздық мөлшері графикалық тәсілмен есептеледі. Ол үшін график құрылады, яғни абсцисса бойымен қарашірік пайызы, ал ордината бойынша үлгі алу тереңдігі салынады. Мысалы, тереңдік 0 мен 10 см болатын болса, қарашірік 3,23 пайызды құрайды. 10 мен 20 см тереңдікте 2,74 пайызды құрайды. 20 мен 30 см тереңдікте 2,15 пайызды құрайды. График құрғаннан кейін бұл 5 см-де 3,2, 25-де 2,3, 35-де 1,8, 45-де 1,2 пайызды құрайды. Содан кейін қарашіріктің орташа салыстырмалы мөлшері есептелінеді. Яғни қарашіріктің орташа салыстырмалы мөлшері 2,124 пайызды құрайды. Қазақстан жағдайында топырақтың құнарлылығын төмендететін негізгі қасиеттер болып, ол сортаңдану және тұздану болып табылады. Сортаңданудың объективтік көрсеткіші ретінде топырақтың жұту кешеніндегі жұтылған натрий және магний мөлшері пайыздық жұту сыйымдылығынан алынады. Сонан соң 0 мен 50 см аралығындағы қабатындағы жұтылған натрий, магнийдің орташа салыстырмалы мөлшері есептелінеді. Тұздану көрсеткіші ретінде 0 мен 50 см қабатындағы тұздардың орташа мөлшері алынады. Тұздардың топырақ горизонтындағы орташа мөлшерін есептеу қарашірік мөлшерін есептеумен бірдей болып келеді. Тұздардың өсімдіктерге тиетін зияндық әсері олардың құрамына байланысты болады. Сондықтан тұзданудың орта салыстырмалы түріне анықталады. Ол үшін 0 мен 50 см қабатта хлор және сульфат аниондардың, сондай-ақ соданың егер бар болса орта мөлшерлері есептелінеді. Осы аниондар қатынастары бойынша тұздану түрі анықталады. Тұздану түрін ескере отыра 0 мен 50 см қабатындағы тұздардың орта мөлшері бойынша тұздану дәрежесі анықталады. Егер топырақ тастақталған немесе тастанған болса, ол бұл қасиетіне түземе коэффициент енгізіледі. Яғни түземе коэффициент бұл дегеніміз 100-ден барлық қосынды 1 мм алынып, оны 100-ге бөлінген. Мұндағы барлық қосынды 1 мм бұл диаметрі 1 мм артық бөлшектер фракцияларының жиынтығы болып есептеледі. Топырақтарды бенефициттеу нәтижелерін іс жүзінде қолдану. Бұл жерге тоқтала кететін болсақ, яғни аудандардың, облыстардың жыртылған жерлерінің бенефицит балдарының мөлшерлерін анықтағаннан соң, оларды дәнді дақылдардың орта көпжылдық шығымдылықтарымен салыстырады. Ол үшін орта көпжылдық өнімділікті орта салыстырмалы балға бөліп, бонитет балының бағасы деп аталатын сан анықталады. Бұл сан бонитеттің бір балына немесе облыста орта есеппен алғанда қанша өнім шығарылатынын көрсетеді. Содан кейін әр қожалық үшін бонитет балының бағасы есептелініп, ауданның немесе облыстың бал бағасымен салыстырылып, әр нақтылы қожалықта орта ауданның және облыстың деңгейімен салыстырғанда топырақ құнарлылығы пайдаланылуын салыстырмалы тиімділігін анықтайды. Орта көпжылдық шығымдылықты топырақтар бонитет балдарымен байланыстыратын регрессия теңдеу арқылы әр қожалық үшін есептік шығымдылықты анықтауға болады. Есептік шығымдылықты жоспарлық шама ретінде алуға болады, өйткені ол топырақ құнарлығын пайдалану деңгейі орта облыстық деңгейде болса, қожалық қандай өнімділік ала алатын санды көрсетеді. Қажет болса, бонитет балдарын есептеуді ауыспалы егіске, жеке танапқа дейін жүргізуге болады. Ол үшін көлемдерді өлшейтін контурлық ведомостер болуы керек. Осы мәліметтер және бонитеттеу шкалалары арқылы әр танаптың бонитет балын жеңіл анықтауға болады. Мұнда топырақ түрінің ауданы салмақ ретінде алынып, орта салыстырмалы бал есептелінеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.